Мен енді өзімді қысқаша таныстырып кетейін, жаңадан кіріп жатқан кісілер болса. Мен 2019 жылы кенже ұлымды босанғаннан кейін осы үйде декреттік демалыста отырған кезде осы әлеуметтік желіге келген екен. Биыл 7-ші жыл болып жатыр екен. 7 жыл онлайнда жұмыс жасап келе жатыр екен. Енді бұл да мен үшін үлкен опыт, үлкен тәжірибе. Вот именно осы кезде жаңағы мен осы әлеуметтік желіні жүргізе бастадым. YouTube эксперті деген жаңа курсты оқыдым, оның сертификатын алдым, СММді, даже мынау егов қызметтерінде көрсеттік, арест шештік, үйде отырғаннан кейін енді табыс тапсақ деп оның үстіне тура сол кезде бір карантин уақытысы келді да елдің барлығы мынау онлайнға көше бастады. Содан міне осы 7 жылдың, енді 5 жылын айтайын, 5 жылдың ішінде жеткен жетістігім осы онлайнда отырып. Заманауи ғаламтор жазушысы деген атаққа ие болдым, марапат алдым. Бірақтан да енді денсаулық кетті. BRP компаниясына осы денсаулығыма бола келген болатын ең алғашында. Міне Бәдіш Балташқызы, менің көршім отыр, осы кісі арқылы таныстым осы өнімдермен. Бірақ өзім ішіп жүрдім, бірден жұмысқа кірісіп кеткен жоқпын. Сетевой маркетингте опыт жоқ, сондықтан да маркетингті де бастапқыда онша түсінген жоқпын, бірақ осындағы тәлімгерлерге үлкен рахмет. Қай кезде сұрасам да барлығын айтып, көрсетіп, білмегенімізді үйретіп, ең алғаш мына TikTok әлеуметтік желісіне шыққан кезде де 5 жылдан аса уақыт онлайнда жұмыс істеп жүрсем де менде де қорқыныш болды, менде де жаңағыдай сенімсіздік болды. Сол кезде эфиріме кіріп, қолдап, жаңағы лайк басып, подаркасын беріп, сөйтіп жатқан тәлімгерлерге, серіктестерге үлкен рахмет. Міне сөйтіп адам әрі қарай өсе береді екен. Енді мен TikTokта емес, Instagramда көбірек жұмыс жасадым. Сондықтан да Instagram маған жақын. Арнайы білім болғаннан кейін де маған ешқандай Instagramның қиындығы болған жоқ. Бірақ осы сетевой маркетингтегі осы кәсіпті жүргізе бастаған кезде менде қиындықтар болды. Екінші жеке парақша аштым, шығармашылығымнан бөлек жеке парақша ашып, сол жерге осы клеточный питание жайлы сала бастадым. Бірақ ешқандай видеом рекке шықпайды, жаңағыдай холодныйдан клиенттер келмейді, серіктестер келмейді. Осы уақытқа дейін жинаған серіктестерімнің көпшілігі TikTok стримнан келген екен. Сонымен мен іздене бастадым. Заман өзгеріп жатыр ғой, сол себепті мынау барлық әлеуметтік желінің алгоритмі өзгере бастайды. Соны іздене бастадым, содан осы жасанды интеллектіні мен қолға алдым. Арнайы курсын сатып алып оқи бастадым. Сол кезде Бәдіш апаға да айтқан болатын, Ерлан ағаға да, мен осы искусственный интеллектті үйреніп жатырмын деп. Бастапқыда ақырын өзімнің фотоларымды жасай бастадым. Одан кейін барып осы жолдасым менің жерде жұмыс жасап жүрген, ешқандай TikTokқа еш жаққа шықпайды. Өзі Алматы қала жарық деген мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайды. Уже бірнеше жылдан бері жұмыс жасайды. Өз жерде енді өздеріңіз білесіздер, техника өте көп. Мыңдаған водительдер бар. Соларға мынау біздің Back of Fuel Tabs деген өнімімізді ұсына бастады. Солай жерде жұмыс жасап жүрді, өте бастады, сата бастады. Мынау қазіргі біздің отзывтарымыз, видеоларымыздың барлығы осы Алматы қала жарықтағы жолдасымның әріптестерінің отзывтары. Солардың барлығын міне ақырындап монтаждап өзіміздің жеке ашқан Fuel Tabs'қа арнап ашқан парақшамызға салып жатырмыз. Содан мынау жасанды интеллектін мен оқып зерттей бастаған кезде маған ең бірінші қызықтырғаны осы видеоларды қалай рекке шығаруға болады екен. Қалай мынау холодныйдан жаңағы лид магнит тұтынушыларды, серіктестерді, жалпы былайша айтқанда клиент тартуға болады. Сол жағын қарастыра бастадым. Енді мен көп курс оқығаннан кейін мен ана басынан бастап соңына дейін қарап отырмай, маған керек жерін аламын. Маған рек керек, рекке шығатын жаңа видеоларым, рилстарым рекке шығу керек. Маған подписчик, клиент алып келу керек. Ең бірінші сонысын қарадым. Сол кезде менің түсінгенім, қазір Инстаграмның алгоритмі қатты өзгеріп кеткен екен. Одан кейін өте көп функциялары бар екен. Өте көп, бізге бизнеске өте удобный функциялары бар екен. Вот сол функцияларын қоса білсеңіз, сол функциялары бойынша рилсті салатын болсаңыз, сізге подписчик та обеспечен, клиент та обеспечен, одан кейін барып серіктесте. Сосын бар мынау видео рекке шығып кеткен кезде бізге көп дайректке хаттар келіп жатады ғой. Сол кезде біз соның барлығына уақыт жоғалтпай-ақ, біз жаңағы искусственный интеллект арқылы біз мәтін жазып қоямыз.
бір адам шығады бізге дайректке сөйтеді да сәлематсыз ба дейді. Сол кезде сіздің жаңағы смс-іңіз автоматически жауабыңыз шығады. Сәлематсыз ба, сізді фул табыс таблеткасы қызықтырып тұр ма? Бір пачкада 5 таблетка бар, бағасы 11.000 теңге. WhatsApp-ымыз міне Ержан Жазира. Ал егер серіктестік туралы қызықтыратын болса, осында шығыңыз, толық ақпарат береміз деген. Міне сондай жауап өзінен өзі автоматически шығады. Міне сондай жақтары бар екен, керемет күшті. Мен соны отырып әбден зерттедім. Содан кейін барып 30 январь күні біз өзіміздің фул табысқа арнаған арнайы жеке парақшамызды аштық. Не үшін біз жеке парақша аштық? Өйткені біз мына менің өзімнің жаңағы екінші парақшамда клеточный питание жайлы, сосын өзімнің эксперттілігім жайлы видеоларды сала бастадым, пост каруселдерді. Мұны Инстаграм алгоритмі түсінеді. Менің осындай СММщик екенімді, осындай жаңағыдай Инстаграмда үйрететін маман екенімді, одан кейін барып жаңағы денсаулықты, клеточный питаниені түсінеді да, ол сондай аудиторияға көрсете бастайды. Ал егер мен әкеліп оған фул табысты тығатын болсам, автомобильді барлығын әкеліп тығатын болсам, онда Инстаграмның былайша қарапайым айтқанда миы ашып кетеді. Кімге нені көрсетерін білмей. Сондықтан да фул табысқа жеке парақша ашқан дұрыс. Негізі менің сіздерге кеңесім, жеке парақша ашып, жаңағыдай видео салған кезде осы функцияларыңызды қосып салатын болсаңыздар, Инстаграм өзі сіздің видеоңызды таксисттерге, индрайвер жаңағы курьерларға, жүргізушілерге, мына өзіңіз таңғаласыз. Фул табысты біз жүргізіп жатқан кезде бізге өңшең ер адамдар хабарласады ғой. Таблетканы білейін деп едім, ана жақтан, мына жақтан. Бірінші, екінші күні біз даже үлгермей қалдық. Шаршап, басымыз ауырып кетті. Сондықтан да мына фул табыс жүргізем десеңіздер, бөлек Инстаграм парақша ашып жүргізген дұрыс. Енді лид магнит дегеніміз не? Қысқаша ақпарат бере кетейін. Мынау жаңағы эксперттің тілімен сөйлеген кезде сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Лид магнит мынау адамды сізге дайректке әкелетін, мынау холодныйдан адам тарту деген сөз. Бұндай лид магнит сізде парақшаңызда болу үшін не істеу керек? Бұрыннан айтып келе жатырмын. Ең бірінші сіздің Инстаграмдағы аватардағы суретіңіз дұрыс болу керек. Шапка профиляда барлығы дұрыс толтырылып тұру керек. Сіз кімсіз, не бере аласыз, сіздің парақшаңызға кірген адамға сіз қандай пайда әкеле аласыз. Міне соның барлығы тұру керек. Одан кейін барып мынау номер жазып қою деген нәрсенің барлығы ол ескіде қалып қойған. Мен өзім мың жерден жаңағыдай СММ маманмын десем де, мына заман өзгере береді екен. Сондықтан да мен осы заманға сай сол әрқашан өйстіп білімімді жаңартып отырам. Оның барлығы қалған, ол жұмыс істемейді. Одан кейін барып хэштегтар қазіргі таңда жұмыс істемейді. Хэштегтарда бір 2-3 қойсаңыздар болады. Сосын барып қазіргі таңда адамдардың барлығы асығыс. Олар сіздің WhatsApp номеріңізді жазып, оны сақтап, бүйтіп хабарласып отырғысы келмейді. Бірден ол ссылкамен өтіп кету керек сізге WhatsApp-қа. Ол жерге біз тек қана WhatsApp бизнестің ссылкасын қоя аламыз. Егер сізде обычный WhatsApp болатын болса, оның ссылкасын ала алмайсыз, ол жерге қоя алмайсыз. Сол себепті де WhatsApp бизнесті қойғандарыңыз дұрыс. Енді сізде сол жаңағы аватаркаңыз, биоңыз, шапка профилі, WhatsApp ссылкаңыз бәрі тұрады. Одан кейін барып сізде актуальныйда бүткіл ақпарат тұру керек. Актуальный дегеніміз ол біздің ана домалақ болып тұрады. Сторис саласыздар, сосын оны бөлесіздер, тақырыпқа бөлесіздер. Мысалға мен енді қазіргі таңда фул табыс қой біздің мықты кейсіміз. Фул табыс туралы айтайын. Мысалы сторис саласыздар да мынау сол актуальныйдың барлығын толтырып қоясыздар. Бір видеоңыз рекке шығам дегенше дейін сіздің парақшаңыз упакованный дайын болып тұру керек. Сторис саласыздар, мысалы фул табыстың, мен бұрын фул табыспен жұмыс жасамағаннан кейін мен өткенде әбден зерттедім. Мұны өндіруші кім? Ерлан ағадан да сұрадым. Сосын ютубта 2 видео бар екен, Мұрат деген жігіттің, сосын біздің Айболат Құспановтың. Соны басынан соңына дейін қарадым. Сонда өндірушісі кім, бұның қандай өнім, бүткіл ақпарат бар екен. Соны сторисқа саласыздар, сөйтіп актуальныйға өнім туралы, нәтижелер, отзывтар, бизнес-маркетинг деген секілді бөліп қоясыздар. Міне сол жерге бүткіл ақпарат сізде тұру керек. Кірген адам актуальныйдың барлығын ақтарады, сөйтеді, қарайды. Содан кейін барып сізде пост, қазіргі таңда тренд болып жатқан, бізде тренд деп айта берейікші. Пост карусель өте жақсы қаралым алып келеді екен, өте жақсы жаңағыдай подписчиктер алып келеді екен. Сондықтан да пост карусельдер жасағандарыңыз да жақсы. Пост карусельге әдемі фотолар қоям десеңіздер, жасанды интеллект. Опять же, жасанды интеллектті, искусственный интеллектті қолданамыз.
искусственный интеллект сізге тура мына түріңізді қойып тұрып әдемі кәсіби фотолар жасап береді. Міне сол фотолармен сіз аватаркаңызға да қоя аласыз жаңа фотоны, одан кейін барып пост каруселдер жасай аласыздар. Одан кейін барып рилс, одан кейін барып жаңағы пост, міне өнім туралы бүткіл ақпарат, өзіңіз туралы ақпарат, сосын бизнес маркетинг туралы ақпарат біздің парақшамызда міндетті түрде болу керек. Одан кейін барып отбасыңыз туралы бір-екі видео, бір-екі пост болу керек. Өйткені кірген адам қарайды, сіз қандай адамсыз, кімсіз, отбасыңыз бар ма? Мысалға біз жолдасым екеуміздің міне бір-екі видеомыз салып қойғанбыз. Міне біз отбасымызбен осы компанияда міне жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты. Лид магнит ең бірінші өнімге де нәтижеге де келмейді, ол сізге келеді. Сізге келеді, сіздің энергияңызға келеді. Сондықтан да міне осы айтылған нәрсенің барлығы сіздің парақшаңызда болу керек. Сосын міне оны осы 3 постты запретте қойып қоясыздар. Сосын енді айтайын, мынау біздің қолданып жүрген чат GPT-міз бар ғой, искусственный интеллекттер, мен бірнеше приложениені айта кетейін, жазып алсаңыздар болады. Чат GPT, сосын Gemini, сосын Canva, содан кейін барып бізге жаңағы Pinterest керек болады. Осы 4 приложение, бұл ешқандай да ақылы емес, бесплатный. Бұлар қалай бізге көмектеседі? Чат GPT мысалға бізге ол рилстың сценарийін да жазып бере алады, постты да жазып бере алады. Өткенде Райгүл апай айтып еді, қалай үлгересің барлығына салып, ютубқа да, инстаграмға да, 2-3 парақшаға да. Міне осы чат GPT біздің ең мықты көмекшіміз. Осы чат GPT-ге бұл енді искусственный интеллект болғаннан кейін бұның ойлау қабілеті бізден адамдардан әлдеқайда төмен ғой. Ол бізге жасап бергенмен ол бізден төмен, ол адам емес. Сондықтан да сіз дұрыс сұрақ қоя білуіңіз керек чат GPT-ға, дұрыс жаңағыдай нені қалайсыз нақты конкретно айтуыңыз керек. Әйтпесе чат GPT сіздің өзіңіздің миыңызды ашып жібереді. Былай жазасыздар чат GPT-ға: мен осындай Fulltabs деген, Back of Fulltabs, осындай Калифорниядағы Praon деген компанияның осындай өнімін парақшама салып, осындай нишаны жүргізейін деп едім. Мен шапка профиля не деп толтырсам болады, мен ол жерге қандай ат қойсам болады деген сияқты сондай сұрақ қоясыз, ол сізге бірнеше вариантын береді. Биоға былай толтырасың, одан кейін барып сізге жоспар береді, 7 күндік жоспар. Негізі Instagram жүйелі жұмыс жасаған адамды ұнатады. Сіз егер Инстаграмда бүгін барсыз, ертең жоқсыз, бір күні сторис саласыз, бір күні салмайсыз, ондай болса сіздің ақпаратыңыз төмендеп кетеді. Сондықтан да күнделікті 3-4 сторис, күнделікті бір пост, бір рилс болса да салып қойыңыздар. Міне солай сұрайсыздар, чат GPT сізге соның барлығын жазып береді. Одан кейін барып мысалы осы Fulltabs туралы ақпарат беретін болсаңыз, бұл жерде де жақсылап тексеріп алыңыздар. Өйткені кейде чат GPT-дің өзі де шатасады. Fulltabs'ты өндіруші кім, бұның құрамы қандай деп сұрақ қоясыздар ғой, сол кезде ол сізге дайын мәтінді береді. Соны аласыз да сіз жаңағы пост саласыз, посттың астына жаңа мәтініңізді қоясыз, одан кейін 2-3 хэштег қоясыз, сөйтесіз да Инстаграмға жүктей бересіз. Міне соның барлығын осы чат GPT жасап береді бізге. Сосын екіншісі, бізде екіншісі жаңа Canva дедім ғой, Canva приложениесімен біз пост каруселдер жасаймыз, слайдтар жасаймыз, логотип жасаймыз. Сондықтан да Canva приложениесі де өте жақсы приложение. Пост каруселді сізге күшті қып, дайын қып жасап береді ол. Дайын қып жасап береді, одан кейін чат GPT сізге жаңағы мәтінді береді, постты астына. Содан кейін барып чат GPT-ден тағы да былай сұрайсыздар: менің постым, видеом рекке шығу үшін маған осындай жасырын сөздерді жазып бересің ба деп. Ол сізге сол жаңағы видеоңыз қандай тақырыпта, Fulltabs туралы ма, мәшіне туралы ма, болмаса менің әпкем мысалға хронический панкратитпен ауырды ғой, ол кісі қазіргі таңда өзінің Инстаграм парақшасын жүргізіп жатыр, клеточный питание туралы. Вот сол жерде міне чат GPT Гүлжамиляға айтты: сен хронический панкратитпен ауырдың ғой, енді биоңды да солай толтырасың, хронический панкратитпен ауырған адамға көмектесем деген сияқты. Осы өнімдер арқылы мен жазылдым деп сол өзінің Инстаграм парақшасын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда өте жақсы посттары да, рилстары да жақсы қаралым алып келіп жатыр уже. Сондықтан да чат GPT біздің уақытымызды үнемдейді, сосын біздің ақшамызды үнемдейді, сосын жұмысымызды жеңілдетеді.
Бұрындары біз өзіміз қолмен пост жазып, барлығын өзіміз қолмен жасайтын едік қой. Ал қазір 15 минутта сіз уже бір рилсті, бір посттың дайын уже Инстаграмға салатындай чат GPT арқылы дайындап аласыздар. Сондықтан да чат GPT бізге өте жақсы көмекші. Мысалы, мына эксперттер, курс сататын эксперттер бар ғой, олардың тауып отырған табысы сол ғой, курс сатады, бір запуск жасайды, содан бәленбай миллион жасайды, сөйтеді да демалады, содан кейін ақшасы бітейін деген кезде қайтадан запуск жасау керек. Сонда олар не істейді? Фотосессия жасайды, рилс мейкерді жалдайды, сторис мейкерді жалдайды, оның барлығы қаншама ақша, қаншама уақыт. Ал бізде қолымызда міне осындай инструменттер бар. Чат GPT бар бізде. Сосын мынау дайын әдемі фотоларды жасап беретін Gemini деген приложение бар. Gemini'ға сіздер жаңа чат GPT-ға айтасыздар, маған промпт жазып берші. Промпт жазып береді ол сіздерге. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде. Айтасыз оған, түрімді өзгертпей, осындай мысалға табиғат аясында қыста қар жауып тұр, үстінде ақ куртка, басында ақ шапка деген сияқты осындай жасап берші десеңіздер, ол сіздің түріңізді өзгертпей, тура сондай суретіңізді әдемілеп тұрып жасап береді. Міне соны аласыз да, дайын фотоны алып неге сала беруге болады. Қазіргі таңда фотографтарға енді анау той томалақты түсіретін болмаса, мынандай эксперттер уже фотосессия жасауға бара бермейді. Өйткені барлығы осы искусственный интеллектті қолданады. Сосын бізде контентте мынандай формула болу керек. Мысалға, сіздер мынау клеточный питание жайлы жүргізетін болсаңыздар, мына аудиторияңыздың сіз болін анықтайсыз. Аудиторияның болына қарай, сіз соған қарай контент жасап жүргізесіз. Мысалға, ең бірінші міне проблема. Гүлжамиля жүргізіп отырған міне проблемасы. Қандай проблема болды Гүлжамиляда? Өт толған, тас бар, сондай проблема болды. Себебі неде? Себебі одан кейін барып оның шешімі клеточный питание. Оның соңында міндетті түрде әрбір біздің постымыз болсын, рилсіміз болсын, сторисіміз болсын, STA болу керек. STA дегеніміз ол әрекетке шақыру. Инстаграм алгоритмі міне осы нәрселерді жақсы көреді. Ең бірінші бізде хук дегеніміз ол тақырып, пост болсын, жаңағы пост карусель болсын, рилс болсын, соның бетінде бізде мықты тақырып болу керек. Адамның назарын өзіне аударатын. Хук, одан кейін барып описание жаңа түсіндірмелі сіздің постыңыз, пост болсын, пост карусель, рилстің астында тұратын кішкентай ғана міне мынандай жаңа мәтін. Одан кейін барып STA әрекетке шақыру. Егер саған қызық болса, маған директке жаз. Егер саған толық ақпарат қажет болса, маған WhatsApp-қа жаз. Болмаса, сенің де басыңнан тура осындай жағдай өтті ма, пікір бөліміне жаза кет. Біз адамдарды әрекетке шақырамыз. Олар пікірге плюс қояды, жазады, сөйткен сайын біздің сол постымыздың, рилсіміздің охваты көтеріле береді. Сондықтан да міне осы үш нені ұмытпаңыздар. Ол хукты да, жасырын сөзді де, хэштегті де барлығын біздің мынау ақылды чат GPT-міз бізге жазып береді. Тек қана сіздер дұрыс одан сұрай біліңіздер, дұрыс сұрай білсеңіздер, ол бізге соның барлығын береді. Ал егер full табысты жүргізетін болсаңыздар, full табыс бойынша Инстаграм парақшаңызды, осы нишаны жүргізетін болсаңыздар, сізде парақшаңызда жаңағы аудиторияның болы жанармай қымбаттай береді ғой бізде. Экономдай алмай жүр, көпшілігі объем үлкен машинелер, мысалға ескі машинелер түтіндеп, экологияға жаңағыдай не салып, штраф салып, міне сол аудиторияның болын көрсетулеріңіз керек. Одан кейін барып қызығушылығын оятуларыңыз керек. Жаңағы біздің full табысқа, таблеткаға деген. Одан кейін барып фактілер қоясыз, ол отзывтар өте жақсы жұмыс жасайды. Одан кейін STA, оның да соңында директке шақыру, WhatsApp-қа шақыру. Міне осы формула бойынша, егер сіздің инстаграмдарыңыз жұмыс жасайтын болса, онда міндетті түрде сіздің видеоларыңыз, посттарыңызда барлығы рекке шығады. Рекке шыққаннан кейін бізге лид магнит келеді. Енді биылғы 2026 жылдың ең мықты инструменті бұл кез келген кәсіпкерге, кез келген адамға, мысалға жеке блог болсын, кәсіпкер болсын, сетевик болсын, ең мықты инструменті бұл рилс. Рилс бізде бір рилсіңіз рекке шығатын болса болды. Сол сізге жаңағы клиентті де, серіктесті де барлығын алып келеді. Ал рилсіміз біздің рекке шығу үшін біз не істейміз? Мысалға, көпшілік ана full табыстың телеграмда каналы бар ғой, сол жерде әр жерден жаңа келген адамдардың видеолары бар, мысалға Ерлан ағалардың, Талғаттың, тағы басқа орыстардың, украиндықтардың видеолары бар.
соларды алады да бытырлатып жаңа инстаграмға сала береді, ол рекке де шықпайды, ол қаралым да келмейді, подписчик те әкелмейді. Неге? Өйткені ол уже басқа желілерде жарияланып қойған. Әсіресе мынау тиктокта рекке шыққан видео ол инстаграмда рекке шықпайды. Егер осы жаңағыдай өзіңіздің жеке үнемі айтып жатамыз ғой, біз жеке бренд қалыптастыру керек деп. Сондықтан да әрқайсымыз өзіміз жеке бренд болуымыз керек. Өзіміздің фото видеоларымыз болу керек, өзіміздің мәтіндеріміз, өзіміздің отзывтарымыз болу керек. Енді біреудікін салуға болады, бірақ арасында бірен саран салып қоюға болады. Сондықтан да өзіміз видео түсіруге әрекет етеміз, өзіміздің жаңағыдай фотоларымызды, өзіміздің отзывтарымызды саламыз. Сонда өзіңіздің мына жеке брендтің міне әлі еш жерде жарияланбаған өзіңіздің видеоларыңыз рекке шығуы 99%. Сондықтан да өзіміздің жаңағыдай видеоларымызды салуымыз керек. Видеоны салған кезде де болды, мен жаңағыдай мынау өзі инстаграм жүргізіп отырған адамдардың қателіктері, мысалға инстаграмды бір визитка сияқты көреді да, сөйтеді да қалай болса солай жүргізе береді. Сосын бір күні бар, бір күні жоқ. Ондайды негізі инстаграм ұнатпайды. Инстаграмға міне жаңағыдай күнделікті тұрақты адам ұнайды. Тұрақты адам, одан кейін барып жаңағыдай өзінің жеке бренд қалыптастырып жатқан адам ұнайды. Сондықтан да өзіміздің видеоны салған кезде анау үстіндегі плюсты басып, болды, рилсті таңдап салып жібере салдыңыз, болды, оның сіздің рекке шығу екіталай. Енді ол арасында бір редкий случай енді рекке шығып кететін, рекомендацияға шығып кететін. Сондықтан да рилсті салатын кезде міне арнайы жаңағы мен айтып отырған функцияларды қолдану керек. Бірінші хукты дұрыстайсыз бетіндегі, одан кейін барып описание жасайсыз, одан кейін барып жаңағы жасырын сөздеріңіз бар ғой, жасырын сөзді мынау обложканы өзгертетін жерде текст жазатын жер болады. Сол текст жазатын жерге сол жасырын сөздеріңізді қоясыз да, мына бір шетіне қарай әкеліп, оны міне астына қарай тығып тастайсыз. Сол кезде инстаграм түсінеді, оны қандай аудиторияға көрсету керек екенін. Мысалға, фул тапшы видео салатын болсаңыз, автомобиль, қазақша, орысша, ағылшын тілінде 10-15 сөз жазсаңыз болады. Фул табыс, экономия бензина, тағы да міне сондай сөздер жазып, міне соның бетіне қарай бүйтіп тығып қоясыздар. Міне сол кезде алгоритм түсінеді оны уже кімге көрсету керек екенін. Сөйтеді да оны саласыз сіз, 3-4 хэштег жазасыз, сосын жаңа эстағыңыз бар, әрекетке шақыратын, сөйтесіздер да міне неге салып жібересіздер. Болды, ол одан кейін барып міне сізге жаңағы бүткіл таксисттар бар ма, жүргізушілер бар ма, солардың барлығын алып келеді. Ал егер элефті салатын болсаңыздар, міне денсаулыққа байланысты сөздер жазасыздар. Сонда ол жаңағы медицина, денсаулыққа жаңағы пайдалы сондай ақыл кеңес іздеп жүрген адамдарға көрсетеді сіздің видеоларыңызды. Содан кейін тағы да бір несі бар, тағы да бір енді фишкасы бар деп айтайын да. Мысалға біздің осы фул табыс инстаграм парақшамызда байқап қарасаңыздар, видеолардың барлығы ректа тұр. Ол қалай деп ойлайтын шығарсыздар, барлығы ректа тұр. Ол инстаграмның өзінің функциясы, бізге беріп отырған мүмкіндігі. Бизнеске өте тиімді беріп отырған мүмкіндігі. Мысалы, мен алдында Ерлан ағамен осындай сұхбат алдым, Ерлан ағадан фул табыс туралы. Енді мен Ерлан ағаның осы мәшіне алған видеосын салғым келді да, міне біздің осы компанияда жұмыс жасайтын жоғары наставнигіміз міне осындай 44 миллионға осындай көлік алды деген соны салғым келді. Бұл жерде армандар орындалады, жұмыс жасауға болады, ақша табуға болады деген мағынаны бергім келді. Содан мен алдында осы сұхбатымызды салдым, одан кейін барып жаңағы Ерлан ағаның видеосын салдым ғой, сөйттім да екеуін бір-бірімен байланыстырып қойдым. Связанный рилс деп қойдым. Содан өз жерге мен жазып қойдым. Білгің келсе тағы қара деп. Ана адам қарап отырған кезде анау мигайт етіп шығып тұрады. Білгің келсе тағы қара, білгің келсе тағы қара деп. Адамға қызық қой. Содан ол жаңа кнопканы басады да, Ерлан ағаның мәшіне алған көлігіне қарай өтіп кетеді. Сонда мен бір оқпен екі қоянды атып отырмын. Мынау рилсымда просмотрда, ана рилсымда просмотрда. Міне рилстарды солай, міне барлығын солай рекке шығаруға болады. Сондайда жақсы бір несі бар, функциясы бар. Содан кейін үшіншісі, бұл бізде пробный период дегені бар.
рилстың. Ол мысалға сіз бір видеоны саласыз, ол видеоны сіз плюс арқылы салмайсыз, ол видеоны сіз профессиональный жаңағы панель деген жерден саласыз. Егер инстаграмыңыз простой аккаунт болатын болса, оны бизнес аккаунтқа ауыстырасыздар. Бизнес аккаунтта бізде функциялар өте көп. Простой аккаунтқа қарағанда бизнес аккаунтта. Міне сол жерден сіз пробный уақытқа жаңа рилсты салып жібересіз. Жаңа функцияларын бәрін қосасыз, рилсыңызды салып жібересіз. Сол кезде ол рилс не істейді? Ол рилс біздің сеткаға шықпайды. Ол бізге вообще подписанный адамдар емес, бөтен аудиторияға, бөтен адамдарға көрсетеді. Бірақ оны сіз мына жақтағы өзіңіздің инстаграм парақшаңыздағы екінші бір несі болады, тетігі болады, сол жерден қарап отырасыз. Мына рилсыңызды қанша адам көріп жатыр, бұл рекке шықты ма, шыққан жоқ па. Егер жаңағы пробный режимдағы сіздің рилсыңыз рекке атып бара жатса, сразу аласыз да сеткаға сала қоясыз. Сол кезде оны сіздің подписчиктарыңыз да көреді, уже сіздің аудиторияңызда болды, ол рилсыңыз уже круглосуточно айналып кете береді барлық жерде. Сондықтан да міне осындай фишкалары бар инстаграмның. Функциялары міне осындай. Қазір бізге мынау бизнеске өте керемет жұмыс жасайды. Мен бұрыннан айтып келе жатырмын ғой, инстаграм жүргізіңіздер деп. Сондықтан да қазірде кеш емес, қазірде жүргізе берсеңіздер болады. Міне рилс бізде қазіргі таңда ең маңыздысы бізде осы рилс. Сосын обложканы қалай, суретін қалай қоямыз, суретін қалай қоямыз. Мысалы мен алдында өзіміздің негізі Мерседес мәшинемізден бастап салған болатын. Сол кезде кір мәшинемізді апарып, біз үйде тұрып қалды ғой біраз уақыт, бізде енді 2 көлік болды. Кір мәшинемізді апарып автомойкаға жуып жатқан жерін видеоға түсірген болатын. Вот сол кір мәшинемізді мен именно осы обложкаға қойып қойдым. Обложкаға қойып қойдым. Елдер енді инстаграмда барлығы әдемілікке үйренген, неге үйренген, содан сразу сол біздің негізі жолымызды ашып берген сол Мерседес мәшинеміз мынау инстаграмда. Соған бірден рекке шығып кетті. Одан кейін барып, сол жолдасымның Алматы қала жарықтағы істеп жүрген әріптестерінің отзывтарын сала бастадым. Отзывтарын салған кезде де міне мықты хукпен ғана қойдым. Хукпен қойғаннан кейін оны қаралымы оның көбейе берді. Сосын барып Талғаттың бір Чанган туралы видеосы бар, сол видеосын қойдым. Сонда жаңа Талғат бірінші мәшиненің несін тексеріп көреді ғой, жаңа түтін шығатын жерін. Сол кезде қол май болады. Екінші өзінікін тексеріп көрген кезде саусағы тап-таза болады. Сонымен мен именно Талғаттың үстіп тұрған қолын ғана қойып қойдым, осылай тұрған. Біреу май, кір, біреу тап-таза. Сонда елдер ойлайды, мынау не көрсетіп тұр депші. Міне сол да міне кішкентай детальдардың өзі өте маңызды. Одан кейін барып Айболат Құспановтың бір видеосын салдым. Ол кісі енді бір мынандай моменті бар екен, жоғарға қарап қалғанда тұр, сосын барып жоғарыда өзі жазу тұрған. Сол жерге именно мен міне әдейі жазып қойдым. 40 жылдық стажы бар военный врач деп. Енді адамдар бізде бірінші пендеміз ғой, сразу жаман ойлаймыз ғой. Адамдар бірден ойлайды, 40 жыл стажы бар врач. И то оның барлығын жазған хейтерлар керемет, ол кісінің охватын, сол кісінің видеосын охватын көтеріп жүрді. Бұл кісі дәрігер болса, мұның қандай қатысы бар бензинға, бұл кісінің қандай қатысы бар техникаға деген сияқты. Соны енді сұмдық жазды. Ол химик қой, ол йодтан басқа не біледі, ол дәріден басқа не біледі, причем тут он депші. Сөйтіп жазып, ол кісінің видеосы қазіргі таңда 200 000 просмотрдан асып кетті. Міне сондай моменттарын ескерсеңіздер, міне инстаграмды жүргізіп ақ, міне бір парақшадан бір видеоның өзінен қаншама клиент, міне қаншама жаңағыдай серіктес шақыруға болады. Сосын енді инстаграмдарыңызды упакованный қылып қойдыңыздар, рилстарыңызды, пост карусельдеріңізді искусственный интеллектпен әдемі қылып салып жатырсыздар, енді сіздерге жаңағыдай лид магнит шыға бастады. Сол кезде біз неге дайын болуымыз керек? Бізге жан-жақтан жазып жатқан кезде, уже клиенттер келіп жатқан кезде, біріншіден өнім туралы ақпаратыңыз болу керек. Сіз өз-өзіңізге уверенный болып, солай сөйлесуіңіз керек. Холодныйдан келген клиенттермен. Сіз долго ойланып, жаңағыдай тұратын болсаңыз болды, ол клиент қазір адам бәрі асығыс өз. Уақытта асығыс қазір. Ол кетіп қалады сізден. Сондықтан да сізде толық ақпарат болу керек.
мынау фул табыс туралы, мысалға клеточный питание туралы. Клеточный питаниені енді білеміз ғой барлығымыз. Фул табыс туралы бүткіл толық ақпаратыңыз болу керек. Адам келген кезде бірден сақ-сақ еткізіп жауап беретіндей. Міне бағасы осынша, ішінде осындай 5 таблетка болады. Мысалға 100 литрға бір таблетка саласың, 50 литрға жарты таблетка. 25 болатын болса, онда 4-тен 1 бөлігін саласың. Ал егер серіктес болам десеңіз, ондай болса тікелей Америкадан заказ бересіз. Деген сияқты сөйтіп анау клиенттің сізге ешқандай сұрағы болмайтындай, тек қана жаңағыдай алайын ба, тіркелейін ба деген сияқты екі түрлі ғана ой болатындай, солай тез жауап беруіңіз керек. Одан кейін барып өнім қолыңызда болу керек. Өніміңіз қолыңызда дайын болу керек. Адам келген кезде сізде өнім жоқ болып қалмайтындай. Содан кейін барып біз мынау тамырымызды тереңнен жаю керек екенбіз. Бүткіл қалада бізде серіктестеріміз болған дұрыс екен. Бүткіл мына Қазақстанның бүткіл қаласында. Анау адамдар почтадан күткісі келмейді. Қазір бізде даже Қазақстанның өзінің почтасы Қазақстан бойынша 7-8 күнде әрең апарады ғой. Ал адамдар асығыс қой, тез жіберген қалайды. Сондықтан да мына серіктестеріңіз, барлық қалада серіктестеріңіз болса, соларға жібере саласыз. Бүгін мысалға маған Шымкенттен бір кісі шықты. Менде Шымкентте Ақерке бар, Жетісайда Толғанай бар, Болсынай бар мысалы. Мен сол кісілерге жібере салдым. Барыңыз да осы кісіден ала салыңыз деп. Клеточный питание болсын, фул табыс болсын. Сондықтан да мына серіктестерді көбейтіңіздер. Тек қана продажа емес, бұл жерде серіктестеріңіздің де көп болғаны жақсы. Сонда сізге тез көтерілуге мүмкіндік бар. Міне Reels, Instagram жүргізудің міне бір артықшылығы, мысалы TikTok-та жақсы, иә? TikTok-та мысалға стримнан біз осы уақытқа дейін TikTok стрим арқылы қаншама өзімізге клиент та тарттық, серіктес те тарттық. Ал Instagramның бір жақсы, Instagram тұрақты. Сосын барып енді стримға аптасына бір 3-4 рет шығып, сөйтіп тұрсаңыздар да болады. Мысалға стримнің өзі былай жасыратын жоқ, біраз энергияңды алып қояды. Кішкене шаршап қаласын. Ал егер мына Инстаграмды жүргізетін болсаңыздар, мына видеоларыңыз сіздердің 24/7 жұмыс жасай береді. 24/7 сізге клиент әкеліп тұра береді. Міне қазір мен Zoom өткізіп отыр, менде төбемнен сообщение Инстаграмнан келіп жатыр. Бір артықшылығы міне осылай. Тек қана бұны сіздер бір жұмыс жасайтын мықты инструментке айналдырыңыздар да. Осы Инстаграмды жаңағы мен айтқан бойынша дұрыстап толтырып, упакованный аккаунт жасап, одан кейін барып ерінбей өздеріңіздің авторлық видеоларыңызды салып отыратын болсаңыздар, тұрақты түрде Инстаграмның өзінен ақ міне жап-жақсы клиент табуға болады, жап-жақсы жұмыс жасауға да болады. Біз мысалы осы парақшаны 30 январда аштық, бүгін 17-сі ма, уже подписчик 2000-ға жақындап қалды. Видеолардың барлығы міне ректе тұр. Міне солай рекке шығарып, солай үлкен масштабта жұмыс жасауға стараться етіңіздер. Негізі 2026 жыл өте жақсы жыл екен. 2026 жылы кім әрекет жасайды, кім орнынан қозғалады, кім әрекет жасайды, міне сол адамға өте сондай жетістікке де жеткізетін, табысқа да жеткізетін сондай жыл екен. Сондықтан да бір жаңа бір деңгейге өтетін жыл, осы жыл ең қолайлы жыл. Сол себепті Инстаграм жүргізбей жүрген болсаңыздар, Инстаграмды қолға алыңыздар. Сосын барып осы бір видеоларыңызды YouTube-қа да салсаңыздар болады, TikTok-қа да, міне Инстаграмға да салсаңыздар болады. Міне бірақ видео түсіріп қоясыз, иә? Сол видеоңыз сізде уже барлық әлеуметтік желіде жұмыс жасай береді. Ал енді қысқа болып қалса да, менің бүгінгі айтайын дегенім осы, Ерлан аға. Вроде бір дайындалған сияқты едім, айтатыным аз ғана болып қалды. Сосын мынау бізде міне өзіміздің қыздар, мен өзімнің командамдағы қыздарды айтайын, 1 жылдан бері міне бастапқыда көпшілігі денсаулыққа келген. Содан денсаулықтары дұрысталды, өте жақсы нәтиже алды. Енді осы командадағы қыз-келіншектерде жұмыс жасағысы келеді, масштабқа шыққысы келеді. Енді біз жаңа айтамыз, TikTok-қа шықсаңызшы, TikTok-қа стримға шықсаңызшы деп, біреудің жұмысы бар мысалға. Біреусі жаңағыдай жап-жақсы шығып жүрген кезде блокқа кетіп қалады аккаунты. Сонымен ана бізде айтады ғой, сен наставнигіңді дубликация жаса деп, енді ол мүлде басқа адам. Мен мүлде басқа адаммын. Ол қалай дубликация жасайды? Сондықтан да қыздардың өтініші бойынша өткен жолы айтқан Жайсира ханым, бізде осындай неде істейікші, Инстаграмды істейікші, бірақтан да істейік десек, неден бастайтынымызды білмейміз, қалай жасайтынымызды білмейміз деп сөйтіп айтқаннан кейін мен өзімнің қыздардың арасында жаңағыдай
практикум аштық. Курс дегеніміз бөлек, практикум дегеніміз бөлек. Практикум дегеніміз мысалға мен жаңағыдай 2-3 минуттық видео урок қылып көрсетем, олар алады да соны сразу жасайды. Сосын мен артынан оны тексерем. Қалай жасадың сен деген сияқты. Сосын бір-бірімізге қолдау жасаймыз, лайк басамыз, поддержка жасаймыз. Міне сондай практикум ашып, қазіргі таңда біз сөйтіп жұмыс жасайын деп отырмыз. Уже ашып та қойдық, уже Инстаграм парақшаларын қарап шықтым. Бәтші апаның біраз қыздары қосылып жатыр. Міне осындай практикумда негізі керемет жұмыс жасайды. Мынау көпшілікпен жұмыс жасайсыз ғой, сол кезде тез үйреніп, тез өсіп кетуге болады. Сондықтан да мынау парақшаларыңызды жүргізіңіздер. Өткенде Ерлан аға айтқан болатын, мен бір зумға, мен оның барлығын жаңағыдай бір зумда бере алмайтын шығармын депші. Бұл енді ақпарат, ол тыңдаған басқа, ал оны практикада қолданып, бүйтіп жасаған басқа. Сондықтан да енді әркімнің қабылдауы әртүрлі ғой. Бірақтан да сонда да мен бүгін сіздерге бір пайдалы ақпарат айттым деп ойлаймын. Ал ден қойғандарыңызға көп рахмет.